Ал, қайда келдік біз? Кітапхана. Кітапханаға келдік. Дұрыс. Мына жақта балаларға арналған кітаптар бар. Қазір біз таңдап, осылардың ішінен бір кітапты таңдаймыз да оқимыз. Ал, қарап көрейік. Не бар екен мұнда? Не жақсы көресіңдер сендер? Қандай кітап оқыған жақсы көресіңдер? А? Ертегілер? Ой, мынау қандай? Абылай? Кім күшті деген кітап екен. Осыны оқимыз ба? Ал кеттік онда. Жүріңдер. Ал мына кітапта қарап отырсаңдар, көрдіңдер ме? Әртүрлі жан-жануарлар бейнеленген. Ішінде құмырсқа да бар, жануарлар да бар, үй жануарлары бар, және де құстар да бар, е? Енді ертегі не туралы екен көрейік. Ал ертегі әлемінде кім күшті? Қазақтың халық ертегісі дейді. Ерте ертекен, ешкі жүні бөртекен, қырғаулы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Қырғаулы қырқылдап, жалтыр мұзға сыртылдап, алшая келіп қоныпты, шат айырылып қалыпты. Қисая жатып қырғауыл, сонда мұздан сұрапты. Қырғауыл деген не ол? Қалай ойлайсың? Мынандай лоза шетін. Я, көрдіңдер ме? Құйрығы ұзын болады, е? Мынау қандай түстер? Қандай түс? Қазақша қалай айтады? Қызғылт деп айтады, е? Қызғылт сары. Қызғылт сары, өте дұрыс. Ал не қанаттары қандай түсте? Көк. Өте дұрыс. И жасыл, и ақ, и қара, и көп түстер көріп тұрмыз, е біз? қала. Сонда көрдіңдер ме? Мына жақта басында айтып отыр. Қырғауыл келіп, мына ағашқа қонғысы келеді де, бірақ мұзға қонып қалады да, сонымен құлап қалады, е? Содан мұздан сұрайды екен. Ал көрейік, не сұрайды екен? Мұз. Жоқ, қараңдар, мұзға келіп қонды ғой. Сонда мұзда көрдіңдер ме? Міне құлап қалды. Енді мұздан сұрап жатыр, иә. Мұз, сен неден күшті болдың? Сонда мұз жауап береді. Мен күшті болсам, бауырымды жаңбырға тестірмес едім, дейді. Жаңбырды күшті деп жатыр, иә? Қырғауыл оны құлатқан үшін мұзды күшті деп айтты ғой. Ол айтады, мен емес күшті, ол жаңбыр күшті дейді. Содан кейін мұз сөйтіп жауап бергеннен кейін қырғауыл барады да жаңбырдан сұрайды, Жаңбыр, сен неден күшті болдың? Сөйтсе жаңбыр жауап береді, мен күшті болсам, жерге жұтқызар ма едім, дейді. Сонда жаңбыр жауған кезде қай жерге жауады? Жерге жер ішіп қояды. Жер ішіп қояды жаңбырды. Сонда көрдіңдер ме? Жаңбыр күшті емес, менен күшті жер деп айтады, е? Жер күшті емес, жер ата. Жерді міне атаның бейнесінде көрдіңдер ме? Сосын қырғауыл ұшып келеді де, жерден сұрайды. Жер, сен неден күшті болдың? Сөйтсе жер жауап береді. Мен күшті болсам, көк шөпке бауырымды жардырмас едім, дейді. Егер мен күшті болсам, маған мынандай шөп шығушы ма еді, дейді. Көрдіңдер ме? Содан кейін қырғауыл барады, шөптен сұрайды. Көк шөп, сен неден күшті болдың? Көк шөп жауап береді. Мен күшті болсам, көк тоқты мойнымнан жұлқымас еді, дейді. Сонда көрдіңдер ме? Мені көк тоқты жейді ғой, дейді. Мен күшті емеспін, дейді. Қой. Аха. Сосын қойға барады, е, қырғауыл. Көк тоқты, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шұнақ қасқырға құйрығымды жұлқытпас едім, дейді. Сонда қой күшті деп ойлап еді, мен күшті емеспін, қасқыр менен күшті, өйткені ол мені жеп қояды, дейді. Құйрығымнан тартып жұлқиды, дейді. Содан кейін қырғауыл барады қасқырға. Қасқыр күшті емес, мылтық. Мылтықты көріп тұрсың ба? Бірақ бірінші оқып алайық, Қасқыр, сен неден күшті болдың? Сөйтсе қасқыр жауап береді. Мен күшті болсам, көк мылтыққа құйрығымды ойдырмас едім, дейді. Сонда қасқыр да айтады, мен күшті емеспін, мылтық күшті, дейді менен, е? Содан кейін мылтыққа барады. Қырғауыл, көрдіңдер ме? Көк мылтық, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, шолақ тышқанға білтемді қидырмас едім, дейді. Сөйтсе, ең күшті мықты осы мылтық деп ойласа, мылтық емес екен. Оның
білтелерін түгел тышқан жеп қойыпты, иә? Тышқан. Иә, тышқан күшті деп айтады. Сөйтсе, тышқан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, құмырсқаға інімді алдырмас едім дейді. Сөйтсе көрдіңдер ма? Бәріне мықты тышқан деп ойласа, ол да мен күшті емеспін, менен күшті құмырсқа дейді. Құмырсқа күшті, яғни. Қараңдар құмырсқаны. Содан кейін қырғауыл келеді де құмырсқадан сұрайды. Құмырсқа, сен неден күшті болдың дейді. Құмырсқа жауап береді. 6 батпан ауырды арқалаған күштімін. 7 батпан ауырды желкелеген күштімін деген екен құмырсқа. Құмырсқа кішкентай болса да, өзінен үлкен заттарды бүйтіп көтеріп жүреді екен. Сонда ең мықты бізде кім болды? Құмырсқа. Өте дұрыс. Ал қырғауыл кімге барды? Бірінші кімге барды қырғауыл? Мұзға. Мұзға. Неге барды мұзға ол? Не деп сұрады мұздан? Мұз күшті емеспін деп сұрады. Иә, өйткені ол құлап қалды ғой мұзда, иә? Мұзда құлап қалғаннан кейін мұздан сұраған екен. Мұз, мен күшті емеспін, кім күшті деп жауап берген екен? Қырап. Иә. Жаңбыр күшті деді. Жаңбыр күшті. Жаңбыр күшті ме екен? Жер күшті деген, иә? Содан жерге барып сұраса, жер не деп жауап берді? Менен күшті кім дейді? Шөп. Шөп, өте дұрыс. Ако, шөп, сосын не деп жауап береді? Менен күшті кім дейді? Қасқыр. Қойдан қасқыр күшті, е? А қасқырдан күшті кім еді? Мылтық. Мылтық күшті. Мылтықтан күшті кім? Ако? Тышқан. Тышқан, өте дұрыс. Ал тышқаннан ең күшті? Құмырсқа. Ал Сұлтан Абылай, мына кітап ұнады ма? Иә. Енді біз келесі жолы 4 түлік деген кітапты оқитын боламыз. Жарай ма? Жақсы.